السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर के साथ खामोशी से मक्के के करीब पहुँचने और पड़ाव डालने का जिक्र हो रहा था. Өткен хутбада Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ешкімге сездірмей Меккеге жақындап бекінгені туралы айтылып жатты. Ол жерде мыңдаған оттар жағылған. Мұны көрген Абу Суфиян мен оның серіктері қатты қорыққан еді. Бұл туралы бұрын баяндалған еді. Осыған байланысты қосымша мәліметтерді айтамын. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху бұл туралы былай дейді. Аббас пен Абу Суфиян жақын достар болғандықтан Аббас Абу Суфиянды өзімен бірге баруға көндірді. Сонымен ол оның қолынан ұстап, түйеге өзімен бірге мінгестіріп, түйені айдап, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам мәжілісіне жетті. Хазіреті Аббас онымен бірге күзетте тағайындалған Хазіреті Омардың радиаллаху анху Абу Суфиянды өлтіріп тастауынан қорықты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала, егер Абу Суфиян біреуіңе кездессе, оны өлтірмеңдер деп айтқан еді. ये सारा नज़ारा अबू सुफियान के दिल में एक अजीम शान तगय्युर पैदा कर चुका था. Бұл барлық көрініс Абу Суфиянның жүрегінде үлкен өзгеріс туғызды. Абу Суфиян бірнеше жыл бұрын біз Алла елшісін саллаллаху алейхи вассалам тек бір серігімен Меккеден шығуға мәжбүр еттік. Бірақ бүгін 7 жыл өткен соң ол 10 мың қасиетті адаммен Меккеге зұлымдықсыз және шектен шықпай заңды түрде Меккені алуға келді. Ал Мекке тұрғындарында оны тоқтатуға күш жоқ деген ойда болды. चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक पहुँचते पहुँचते कुछ इन ख्यालात की वजह से Сөйтіп пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам мәжілісіне жеткенше Абу Суфиян сол ойлар мен қорқыныштан таңғалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның бұл жағдайын көргенде Хазіреті Аббасқа Абу Суфиянды өзіңмен бірге алып кетті. Ол түні бойы сенімен бірге болсын. Және таңертең маған алып кел деді. Сонымен түнде Абу Суфиян Хазіреті Аббаспен бірге болды. Таңертең оны Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам алдына әкелгенде бұл таң намазының уақыты еді. Меккеліктер таңертең тұрып намаз оқу туралы ештеңе білмеген. Абу Суфиян мұсылмандарды көрді. Олар құман ұстап бара жатыр, ал кейбіреуі дәрет алып қатарға тұрып жатыр. Мұны көргенде Абу Суфиян өзі үшін қандай да бір жаңа азап түрі ойластырылды деп ойлады. Сонымен ол дүрсілдеп Хазіреті Аббастан бұл адамдар таңертең не істеп жатыр деп сұрады. Хазіреті Аббас:
саған қорқудың қажеті жоқ. Бұлар намаз оқиды деді. इसके बाद अबू सुफियान ने देखा कि हज़ारों हज़ार मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हो गए और जब आप रुकू करते तो सब के सब रुकू करते हैं और जब आप सजदा करते हैं तो सब के सब सजदा करते हैं। हज़रत अब्बास चूँकि पहरे पर होने की वजह से नमाज में शामिल नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने उनसे पूछा कि अब ये क्या कर रहे हैं। Содан кейін Абу Суфиян мыңдаған мұсылмандардың Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ұйып тұрып, оған қарап сәждеге және рукуға барғанын көреді. अब्बास ने कहा Хазіреті Аббас күзет қызметінде болғандықтан намазға қатыспаған еді. लेकिन Абу Суфиян одан: मोहम्मद रसूलुल्लाह бұлар не істеп жатыр? Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам істеп жатқан ісін қайталай ма деп сұрағанда, ये लोग खाना Аббас: छोड़ दें। бұл намаз. Ал Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұйырса, олар тамақ пен суды да тастайды деді. Абу Суфиян: कौमों को мен Кисраның сарайында көрдім, Хосраудың сарайында көрдім. Бірақ олардың халықтарының оларға Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жамағатының оған қаншалықты берілгенін көрмедім деді. तुम मोहम्मद Содан кейін Аббас Абу Суфиянға бұл сенің Мұхаммедтен өз қауымының кешірілуін сұрайтын уақыт шығар деді. Намаз аяқталғаннан кейін Хазіреті Аббас Абу Суфиянды Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам құзырына әкелді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: әй Абу Суфиян, саған Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ екенінің уақыты келе қоймады ма деді. Абу Суфиян: ата-анам сізге құрбан болсын. Сіз өте сабырлы, өте көркем мінезді थी शरीफ және туыстық қарым-қатынасты ерекше дәріптейтін жансыз. बात समझ चुका हूँ। Мен енді мынаны түсіндім. खुदा के सिवा Егер Алладан басқа тәңір болса, біздің көмегімізге келер еді деді. इसके बाद रसूलुल्लाह Содан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: क्या अभी वक्त नहीं әй Абу Суфиян, менің Алланың елшісі екенімді түсінетін уақытың келмеді ме? Деді. फिर उसने यही कहा Абу Суфиян тағы да: कुर्बान हूँ ата-анам сізге құрбан болсын. मेरे दिल में कुछ Бұл туралы жүрегімде әлі күмән бар деді. मगर Дегенмен के तरद्दुद की Абу Суфиянның күмәніне қарамастан, онымен бірге Меккеден мұсылмандардың әскері туралы хабар алуға келген екі жақтасы мұсылман болды. Олардың біреуі Хаким ибн Хизам еді. इस्लाम Содан кейін Абу Суфиян да исламды қабылдады. Бірақ оның жүрегі Меккені азат еткеннен кейін ғана толығымен ашылған сияқты. Иманға келгеннен кейін Хаким ибн Хизам: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, क्या ये लश्कर бұл әскерді өз халқыңызды жою үшін әкелдіңіз бе деп сұрады. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: бұлар, яғни меккеліктер, और तुम लोगों зұлымдық қылды, बांधे हुए अहद को तोड़ दिया күнә жасады және Худайбия келісімін бұзып, Хузағаға қарсы зұлымдықпен соғыс жүргізді. इसको खुदा ने अमन अता Алла амандық берген қасиетті жерде соғыс жүргізді деді. या रसूलुल्लाह Хаким: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, आपकी कौम дұрыс, बेशक ऐसा ही әрине қауымыңыз солай жасады. तो चाहिए था Бірақ сізге Меккеге шабуыл жасаудың орнына Хауазин тайпасына шабуыл жасау керек едіңіз деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: олар да залымдар, бірақ мен Меккенің алынуы, исламның үстемдігін және Хауазиннің жеңілуін менің қолыммен орындайды деп Алладан үміттенемін деді. इसके बाद Содан кейін Абу Суфиян: ने कहा егер Мекке халқы қылыш көтермесе, олар амандықта бола ма деп сұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: иә, घर का दरवाजा үй есігін жауып алған әр адамға амандық беріледі деді. अब्बास ने कहा Хазіреті Аббас: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, पसंद आदमी है Абу Суфиян इसका मतलब ये мақтаншақ адам, ол өз қадірін сақтағысы келеді дегені деді. बहुत अच्छा जो शख्स अबू सुफियान के घर Саллаллаху алейхи уассалам: жақсы, Абу Суфиянның үйіне кірген адамға да амандық беріледі. उसको भी Әл-Харам мешітіне кірген адамға да амандық беріледі. Қаруын тастаған адамға да амандық беріледі. दरवाजा बंद करके Есігін жауып отырған адамға да амандық беріледі. Хаким ибн Хазамның үйіне кірген адамға да амандық беріледі деді.
Бұл толық мәліметті дибача тәфсир Құранда жазылған. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бұл туралы былай дейді: Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам заманында Абу Суфиян әлсіз жүректі және парасаты аздау адам болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Меккені алғанда оған: әлі де түсінбедің бе? Бұл адам қолынан келетін жұмыс емес деді. Ол жауап ретінде: енді түсіндім, сенің құдайың шын екен. Егер осы пұттарда бірдеме болса, олар бізге қазір көмектесер еді деді. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған: сен менің пайғамбарлығыма иман келтіресің бе деп сұрағанда, ол күмәнмен жауап берді. Ол таухидты түсінген, бірақ пайғамбарлықты түсінбеген. Кей адамдардың парасаты аз болады. Таухидтың дәлелі пайғамбарлықтың да дәлелі болады. Бірақ Абу Суфиян мұнда айырмашылық жасап отырды. Ол таухид пен пайғамбарлықты бөлек қарады. Уәделенген Мәсих алейхиссалам барлық адам бір деңгейде емес. Кейбіреулері бірінші дәрежедегі, мысалы Сиддиқ радиаллаху анху сияқты болады. Кейбіреулері орташа дәрежедегі, ал кейбіреуі соңғы дәрежедегі болады деді. Ибн Ақуа баяндайды: Абу Суфиян мен Хаким ибн Хизам қайтып бара жатқан кезде Хазіреті Аббас Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам қызметінде: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, мен Абу Суфиянның исламына күмәнданамын. Оны қайта келіп исламның мағынасын түсініп, Алла елшісімен бірге Алла әскерін көрсін деді. Ибн Аби Шайба риуаят етеді: Абу Суфиян кері қайтарда Хазіреті Абу Бәкір Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам қызметінде: уа Алла елшісі, егер Абу Суфиян туралы бұйырсаңыз, оны жолда тоқтатып қоямыз деді. Ибн Исхақ баяндайды: Абу Суфиян кері қайтып бара жатқанда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Аббасқа: Абу Суфиянды алқапта тоқтатып қойыңыз деді. Сөйтіп Хазіреті Аббас барып Абу Суфиянды тоқтатты. Сонда Абу Суфиян: әй Бани Хашим, сендер алдайсыңдар ма дегенде, Хазіреті Аббас: пайғамбарлар адамдарды алдамайды деді. Басқа бір риуаят бойынша Хазіреті Аббас: біз ешқашан алдаушылар емеспіз, бірақ сен Алланың әскерін көргенше, Алланың мүшриктер үшін дайындағанын көргенше таңға дейін күте тұр деп, Абу Суфиянды осы алқапта таң атқанға дейін ұстады. Түрлі тайпалар бір-бірлеп Абу Суфиянның алдынан өтіп жатты. Бір топ өткенде Абу Суфиян: әй Аббас, бұлар кім деді. Ол: бұл Ғафар тайпасы деп жауап берді. Абу Суфиян: маған ғафарлардың не қатысы бар деді. Содан кейін Жахина өтіп, тағы да солай деді. Сосын Саад ибн Хузам өтіп, оған да солай: маған олардың не қатысы бар деді. Сосын Салим өтіп, тағы да дәл солай деді. Осылайша ол ешқашан көрмегендей бір жасақ келді. Ол: бұлар кімдер деп сұрады. Хазіреті Аббас: бұлар ансарлар, олардың көсемі Хазіреті Сағд ибн Убада, оның қолында ту бар деді. Хазіреті Сағд ибн Убада құлшыныспен: әй Абу Суфиян, бүгін шайқас күні, бүгін қағбаның қасиеті қаралмайды деді. Оны естіген Абу Суфиян: Аббас, бұл қандай жойқын күн болады? Егер бізге қарсы тұруға мүмкіндік болса ғой, бірақ қазір біз шайқасып та алмаймыз деді. Кейін бір жасақ келді. Ол барлық жасақтан кішірек еді. Оның ішінде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам және оның сахабалары бар еді. Және пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам туы Хазіреті Зубайр ибн Ауамның қолында болды. Басқа бір риуаятта былай баяндалады: Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфиянның жанынан өткенде ол: уа Алла елшісі, өз халқыңызды жаппай қырып жоюға бұйрық бердіңіз бе? Сағд ибн Убаданың не айтып жатқанын білмейсіз бе деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ол не деді деп сұрады. Абу Суфиян: ол былай деді дегенді айтты.
Сосын Абу Суфиян: नहीं जानते कि 7 दिन мен сізді өз қауымыңыз үшін Алла тағаланың атымен сұраймын. Сіз барлық адамдардан таза, туыстарына жақсылық жасаушы және мейірімдісіз деді. आपको Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам сағат қателесті. लोगों से ज्यादा Бүгін рақымдылық күні. सिला रहमी Бүгін Аллах тағала Қағбаны ұлықтайды және Аллах тағала Құрайшқа шынайы құрмет береді деді. Ибн Исхақ жазады: का दिन है Хазіреті Сағыттың айтқанын мұхажирлердің біреуі естіді. Ибн Хишам мұның Хазіреті Омардың естігенін айтады. Ол: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, біз қауіпсіз емеспіз. Мүмкін Хазіреті Сағыт Құрайшқа шабуыл жасайды деді. Басқа риуаят бойынша мұны Хазіреті Абдурахман ибн Ауф пен Хазіреті Осман айтты делінеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Сағытқа хабар жіберді және одан туын алып ұлы Хазіреті Қайысқа берді. Оның егжей-тегжейін Хазіреті уәделенген реформаторда радиаллаху анху тарих кітаптарынан алып былай дейді: әскер Абу Суфиянның алдынан өткен кезде ансарлардың көсемі Сағд ибн Убада оған қарап: бүгін Алла бізге Меккеге қылыш күшімен кіруге рұқсат берді. Бүгін Құрайш қорланады деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфиянның қасынан өткенде ол қатты дауыспен: я Расулаллах, сіз өз қауымыңызды өлтіруге рұқсат бердіңіз бе? Жаңа ғана ансарлардың көсемі Сағд және оның серіктері осындай сөздер айтып жатты деді. Олар қатты дауыспен: бүгін соғыс болады және Меккенің қасиеттілігі бізді бүгін соғыстан тоқтата алмайды. Біз Құрайшты қорлап тастаймыз деді. Уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сіз дүниеде ең жақсы, ең мейірімді және ең көп туыстық қарым-қатынасты қылатын адамсыз. Сіз бүгін қауымыңыздың жасаған зұлымдығын ұмытып кетпейсіз бе деді. Абу Суфиянның бұл шағымы мен жалбарынуын естігенде Мекке көшелерінде ұрып соғылған, үйлері мен мүліктерінен айырылған мұхажирлер де өкініп, олардың жүрегінде де Мекке адамдарына деген мейірім пайда болды. Олар: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, ансарлар Мекке тұрғындарының зұлымдықтары туралы естіген оқиғалардың себебінен бүгін олардың Құрайшпен қандай қарым-қатынас жасайтынын білмейді деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам: Абу Суфиян, Сағд қате айтты. Бүгін мейірім күні. Бүгін Аллах тағала Құрайш пен Қағбаға қадір қасиет беретін күн деді. Содан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам бір адамды Сағдқа жіберіп: туыңды ұлың Қайысқа бер, ол сенің орныңда ансар әскерінің қолбасшысы болады деді. Осылайша Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Мекке тұрғындарының көңілін сақтап қана қоймай, ансарлардың да көңіл күйін қорғады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Қайысқа толық сенетін, өйткені Қайыс өте көркем мінезді жас жігіт еді. Тарихта жазылғандай, Хазіреті Қайыс радиаллаху анху дүниеден өтер уақыты жақындағанда кейбір адамдар оның ауруы кезінде көңілін сұрауға келді, ал кейбіреуі келмеді. Сонда ол достарынан таныс кейбір кісілердің неге келмегенін сұрады. Достары: сіз көптеген адамдарға қажеттілік кезінде қарыз берген жомарт жансыз. Кей адамдар сіздің ақшаға мұқтаж деп, қарыздарын қайтаруды сұрауыңыз мүмкін деп келмеген болар деп түсіндірді. Мұны естіген Хазіреті Қайыс радиаллаху анху: әттең, достарым бекер уайымдапты деп бүкіл қалада кімде-кім Қайысқа қандай да бір сома қарыз болса, олардың қарызы кешірілді деп жар салуды бұйырды. Осыдан кейін оған адамдардың келгені соншалық тіпті үйінің баспалдақтары сынды. Ибн Аби Шайба Хазіреті Аббастың радиаллаху анху: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, маған рұқсат етсеңіз Мекке халқына барып, оларды исламға шақырып, сонда сіз оларға амандық беруіңіз керек деп айтқанын жеткізген. Сонымен ол Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам Шағба атты ақ қашырына мініп жолға шықты. Ол Меккеге кіріп: уа меккеліктер, исламды қабылдаңдар, құтыласыңдар. Есіктеріңнің алдында үлкен әскер тұр. Сендерде
оларға қарсы тұрар күш жоқ деді. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху былай дейді: мұсылман әскері өтіп кеткен соң Хазіреті Аббас радиаллаху анху қарап тұрған Абу Суфиянға бұрылып: енді Меккеге тез жетті, адамдарға Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам келгенін және Мекке адамдарына мына шарттармен амандық берді деп хабарла деді. Ал Абу Суфиян жүрегінде Мекке адамдарының құтылу жолын тапқанына қуанды. Оның әйелі Хинда исламның басынан бері мұсылмандарға кек пен өшпенділікке үйретіп келе жатқан. Кәпір болғанына қарамастан шын мәнінде батыл әйел болатын. Ол алға шығып, күйеуінің сақалынан ұстап, Мекке тұрғындарына: келіңдер де мына ақымақ шалды өлтіріңдер. Сендерге өмір мен қалаларыңның қадір қасиеті үшін соғысып өліңдер деп кеңес берудің орнына араларында амандық жариялап жатыр деп айқайлай бастады. Абу Суфиян оның қимылын көргенде: ақымақ қатын, ондай уақыт емес, барда үйіңе жасырын. Мен ол әскерді көріп келдім. Бұл әскерге қарсы тұру күші бүкіл арабтарда жоқ деді. Мұсылман әскерінің Меккеге кіру оқиғасы да айтылады. Сахих аль-Бухари кітабында Хазіреті Урва радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Зубайрға радиаллаху анху Меккенің жоғарғы қада жағынан кіруді бұйырды. Оған Хаджунда ту тігіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгенше сол жерден кетпеуді бұйырды. Хаджун Мухассаб алқабы бағытындағы Қағбадан шамамен 2,5 шақырым қашықтықта орналасқан тау. Хазіреті Халид бин Валид әскердің оң жағына тағайындалды. Оның тобында Аслам, Сулайм, Ғафар, Музайна және Джухайна тайпалары болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға Меккенің төменгі аймағы Литтен кіруді бұйырып, өздеріне жақын үйлерінің жанына ту тігуді бұйырды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Абу Убайда ибн Жаррахты жаяу әскерлердің қолбасшысы етіп тағайындады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз әмірлеріне соғысудан бас тартуға және тек біреу оларға қарсы соғыс бастаса ғана соғысқа кірісуді бұйырды. Ибн Исхақ, Сафуан, Икрима және Сухайлдың адамдары пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам қарсы соғысуға шақырғанын жазған. Олар адамдарды Хандама деп аталатын Мина жолындағы Мекке тауларының бірінде жинады. Оларға Құрайш, Бану Бәкір және Хузайл тайпаларының мүшелері қосылды. Олардың барлығы қаруланып шайқасқа дайын болды. Олар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашан Меккеге күшпен кіре алмайтынына Алланың атымен ант етті. Бану Дил, яғни Бану Бәкірдің бір адамы Джамаш ибн Қайс Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам келуі туралы естігенде қаруларын дайындай бастады. Әйелі одан: бұл не дайындық деп сұрады. Ол: Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам серіктері үшін деді. Әйелі: Аллаға ант етемін, бүгін Мұхаммедпен серіктерінің алдында еш нәрсе тұра алмайды деді. Ол ақылды әйел еді. Джамаш ибн Қайс тәкаппарлық әрі келекемін. Олардың біреуін саған қызметке ұсынуға үміттенемін. Яғни ол бір мұсылманды ұстап алып құл етіп әкелемін деді. Саған қызмет ететін біреу керек, мен саған құл әкелемін деді. Әйелі: саған қасірет болсын, олай істеме. Мұхаммедпен соғыспа, Аллаға ант етемін, сенің пікірің дұрыс емес. Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам серіктестерін көрсең ғой деді. Джамаш: сен жақын арада көресің деп Сафуан, Икрима және Сухайлмен бірге Хандамаға кетті. Хазіреті Халид ибн Валид Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам нұсқауы бойынша сол жерден кіргенде оның жолын бөгеп, қаруларын оған қарсы көтеріп, сен мұнда күшпен кіре алмайсың деп жебелерді жаудырған бір топты кездестірді. Хазіреті Халид радиаллаху анху серіктерін шақырып, олар мен мүшриктердің арасында шайқас болды. Бану Бәкірдің 20 және Хузайлдың 3-4 адамы өлтірілді. Ибн Исхақ бойынша мүшриктердің 12 немесе 13 адамы өлтірілді. Олар ауыр жеңіліске ұшырап,
жан жаққа бытырап кетті. Бір топ тауға шықты. Зор мақтанышпен әйеліне жауап берген Жамаш ибн Қайс сол жерден қашып үйіне жетіп әйеліне есікті жап деді. Әйелі күйеуінен: сенің мақтанғаның қайда кетті? Сен құл әкеліп беремін деп едің ғой деп сұрады. Ол кешірім сұрайтын үнмен жауап беріп, бірнеше өлең жолдарын оқыды. Оның мағынасы: егер сен Хандама шайқасын өз көзіңмен көргенде ғой, тіпті Сафуан да, Екрима да қашып кетті. Бәрі де қылышпен қарсы алынды. Қылыштар әр білек пен бас сүйегіне соғылып, оны кесіп жатты. Соғыстың даусынан басқа ештеңе естілмеді. Артымызда олардың айқайлары мен кеудеден көтерілетін ашу-ызасы қайнап жатқаны естілді. Сондықтан тіліңмен аз да болса айыпты айтпа деген еді. Бұхариде Хазіреті Халидтің радиаллаху анху ат әскерінен Хазіреті Жубайш ибн Ашар және Хазіреті Курс ибн Джабир Фихри өлтірілгені риуаят етілген. Мекке халқына амандық жариялау туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Суфиянға және Хаким ибн Хизамға амандық беріп, Меккеге барып қаруын тастаған амандықта болады. Өз үйіне кірген амандықта болады. Қағбаның ауласына кірген амандықта болады. Абу Суфиянның үйіне кірген амандықта болады. Және Хаким ибн Хизамның үйіне кіргенде амандықта болады деп жариялауды бұйырды. Енді Мекке тұрғындары амандық алып жатқан кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз жанқиярлық адал серіктерін ұмытпады. Ардақты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам міндетті түрде бірнеше жыл бұрын Мекке көшелерінде жасалған зорлық-зомбылық пен зұлымдықты да есіне түсіп жатқан болар. Бұрын арқанмен байланып, осы тасты көшелерде сүйретіліп жүретін дәл сол Билал радиаллаху анху енді жеңіске жеткен әскер қатарында еді. Оның жүрегі мен санасында да зұлымдықтың барлық көріністері жаңарып кеткен болар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның кегін алуды да қажет деп санады. Және оның бұл кек алу жолы қандай әдемі еді. Хазіреті өділенген реформатор радиаллаху анху бұл оқиғаны бұлай баяндайды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Билалдың бауыры деп жарияланған Абу Руайха туралы: біз туымызды Абу Руайхаға береміз. Кімде-кім Абу Руайханың туының астында тұрған адам болса, оған ештеңе айтпаймыз деді. Ал Билалға Абу Руайханың туының астына келген адамға амандық беріледі деп жариялауды бұйырды. Бұл бұйрықта қандай нәзік те көркем даналық жатыр. Мекке адамдары Билалдың аяғына арқан салып, оны көшелерді сүйреп жүретін. Мекке көшелері, Мекке алаңдары Билал үшін амандық орны емес, керісінше азап, қорлау мен мазақ орны болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Билалдың жүрегі бүгін кекке қайта-қайта бұрылып жатқан болар. Осы адал серіктестің кегін алу да қажет деп ойлаған. Бірақ біздің кегіміз исламның даңқына сай болуы да қажет. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Билалдың кегін дұшпандарының басын қылышпен шауып алу арқылы алмады. Керісінше оның бауырына үлкен ту беріп, Билалға менің бауырымның туының астына келген адамға амандық беріледі деп жариялауды бұйырды. Бұл қандай керемет кек еді. Билал дауыстап: уа Мекке тұрғындары, келіңдер, менің бауырымның туының астына жиналыңдар, сендерге амандық беріледі деп жариялағанда, оның жүрегі өзі де кек сезімдерінен босап отырған болар. Және Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзі үшін ойластырылған кегінен асқан ұлы әрі әдемі кек жоқ екенін терең сезінген болар. Басқа бір жерде Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху бұл туралы бұлай дейді: бұл оқиғаның ең ұлы жағы Билалдың туы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Билалға радиаллаху анху ту жасатып, Билалдың туының астында тұрған адамға, бұл оның бауырының байрағы меңзеліп отыр, амандық беріледі деді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басшы болғанымен оған ешқандай ту көтерілмеді.
Одан кейін құрбандық жасаушы Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху болды. Бірақ оған да ту көтерілмеді. Одан кейінгі мұсылмандардың басшысы Хазіреті Омар радиаллаху анху болды. Бірақ оған да ешқандай ту көтерілмеді. Одан кейін Хазіреті Осман радиаллаху анху. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам күйеу баласы болған. Бірақ Осман радиаллаху анху үшін де ту көтерілмеді. Одан кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бауырларынан болған және оның күйеу баласы болған Али радиаллаху анху болды. Бірақ Алиге де радиаллаху анху ту көтерілмеді. Содан кейін Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху болды. Ол туралы да ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол тірі тұрғанда мұсылман үмбетінде еш келіспеушілік болмайды деген. Абдурахманға да радиаллаху анху ту көтерілмеді. Содан кейін Аббас радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көкесі еді. Ол кейде дөрекілік танытса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ренжімейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған да ешқандай ту жасамады. Содан кейін барлық көсемдер мен беделді адамдар да болды. Халид ибн Уалид радиаллаху анху көсемнің ұлы, өзі де атақты адам еді. Амр ибн Ас радиаллаху анху көсемнің ұлы. Осылайша басқа да ұлы басшылардың ұлдары болған. Бірақ олардың біреуіне де ту жасалмаған. Ту жасалса, Билалдың радиаллаху анху ту жасалды. Неліктен? Бұның себебі мынау еді. Қағбаға шабуыл жасалмақ болғанда, Хазіреті Абу Бәкір өлтірілетіндердің өз ағайын туысы екенін көрді. Және өзі де, «Уа Алла елшісі, сіз өз ағайындарыңызды өлтіресіз бе?» деген еді. Ол зұлымдықтарды ұмытып, бұлар менің ағайындарым деп білетін. Омар да, «Уа Алла елшісі, мына кәпірлерді соғыңыз» дейтін. Бірақ содан кейін оларды кешіруге келгенде, ол жүрегінде, «Жақсы болды, ағайындарымыз кешірілді» дейтін болар. Осман мен Али де, «Ағайындарымыз кешірілді, олар бізге қатаңдық жасаса не бопты» дейтін болар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі де оларды кешіру кезінде, «Онда менің аға бауырларым да бар, ағайындарым да бар. Онда менің күйеу балам мен туысқандарым да бар. Егер оларды кешірсем, жақсы болды. Туысқандарым аман қалды» деп ойлайтын болар. Тек бір адам болды. Оның Меккеде еш туысы болмады. Оның Меккеде ешқандай күші болмады. Оның Меккеде ешқандай серіктесі болмады. Және оның дәрменсіз күйінде не Абу Бәкірге болмаған, не Алиге болмаған, не Османға болмаған, не Омарға болмаған, тіпті пайғамбарымызға да саллаллаху алейхи уассалам болмаған жан түршігерлік зұлымдық жасалды. Ыстық және қызған құмға Билал жалаңаш жатқызылатын. Байқап көріңіздер, жалаңаяқ мамыр мен маусым айларында жүріп жатырмыз. Мұнда ыстық аз. Бірақ мамыр, маусымда ыстық елдерде жалаңаяқ жүре алмайсыңдар. Оны жалаңаш етіп қызған құмға жатқызатын. Содан кейін шегер етік киген жастар оның кеудесінде билейтін және Алладан басқа тәңірлер бар де, Мұхаммед Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жалғаншы де дейтін. Ал Билал алдымен өз хабаши тілінде олар ұрғанда, «Асхаду алла илаха иллаллах, асхаду алла илаха иллаллах» дейтін. Ол адам, сендер маған қанша зұлымдық жасасаңдар да, мен Құдай бір екенін көргеннен кейін қалайша екі деп айтайын. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың шын елшісі екенін білгеннен кейін оны жалғаншы деп қалайша айтайын деп жауап беретін. Сонда олар қаттырақ ұра бастайтын. Жаз мезгілінде айлар бойы онымен осындай болатын. Сол сияқты қыста олар оның аяқтарына арқан салып, оны Меккенің тас көшелерінде сүйрейтін. Терісі жараланып кететін. Олар сүйреп, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жалғаншы де, Алладан басқа тәңірлер бар де дейтін. Сонда ол, «Асхаду алла илаха иллаллах, асхаду алла илаха иллаллах» дейтін. Енді ислам әскер саны 10 000 болып кіргенде, Билалдың жүрегіне бүгін сол соққылардың кегі алынады, бүгін сол ұрыстардың өтемін алам деген ой келген болар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Суфиянның үйіне кірген кешірілді.
Қағбаға кірген кешірілді, қаруын тастаған кешірілді, үй есігін жауып алған кешірілді дегенде Билалдың жүрегіне бұл барлық ағайындарын кешіріп жатыр және жақсы істеп жатыр, бірақ менің кегім қалып кетті деген ой келген болар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны көрді. Бүгін тек бір адам бар, менің кешіруімнен зардап шегуі мүмкін, ол Билал. Өйткені мен кешіріп жатқандар оның ағайындары емес, оған берілген азап басқа ешкімге берілмеген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мен оның кегін пайғамбарлығының да даңқы сақталатындай, Билалдың да жүрегі қуанатындай етіп аламын деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Билалдың туын тұрғызыңдар және сол Мекке сардарларына етікпен оның кеудесіне билегендерге, оның аяғына арқан салып сүйрегендерге, оны қызған құмға жатқызғандарға, егер өздерің мен балаларының жанын аман алғыларың келсе, Билалдың туының астына жиналыңдар деп айтыңдар деді. Мен дүние жаратылғалы бері, адам күшке ие болғаннан бері және кез келген адам басқа адамнан өз қанының кегін алуға дайын болып, оған күш берілгеннен бері мұндай ұлы дәрежедегі кекті ешқандай адам алмаған деп ойлаймын. Билалдың туы Қағба алдындағы алаңда тұрғызылғанда, арабтың сол көсемдері оны аяқпен таптаған және Мұхаммед Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жалғаншы деп айта ма айтпай ма деген. Енді олар әйел балаларының қолынан ұстап, біздің жанымыз аман қалсын деп Билалдың туының астына жүгіріп келгенде, Билалдың жүрегі мен жаны Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам қалайша арналып жатпайды. Ол, мен бұл кәпірлерден кек алуым керек пе, жоқ па, аламын ба, алмаймын ба деп білмеген едім. Енді сол кек алынды. Етігі менің кеудеме түскен әрбір адамның басы менің етігіме иілді дейтін болар. Бұл Юсуфтың кегінен де керемет кек болды. Өйткені Юсуф әкесі үшін ағаларын кешірді. Оны кім үшін жасады? Әкесі үшін жасады. Кімдерге жасады? Олар оның ағалары болды. Ал Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өз ағалары мен ағайындарын бір құлдың етігінің арқасында кешірді. Юсуфтың кегі оған қарағанда қандай мәртебеге ие. Бір әлсіз адам, оның балалық шағы мен жастығы Құрайш көсемдерінің құлдығында өткен. Оның мұндай жүрек жұбатуы мен қадірін арттырды. Оның мысалы баяндалғандай, дүние тарихында онымен тең келер оқиға жоқ. Бұл мәңгілікке есте қалады. Міне, бұл біздің мырзамыз әрі бағынарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кек алу үлгісі. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад ва барик ва саллим иннака хамидун маджид. Ибн Хишам жазады, Меккені алуда мұхажирлердің ұраны Я бани Абдурахман болды, яғни Уа Абдурахман ұлдары. Хазраждың ұраны Я бани Абдуллах болды, яғни Уа Абдулланың ұлдары. Ал Аустың ұраны Я бани Убайдуллах болды, яғни Уа Убайдулла ұлдары. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Азахир тау жолына келгенде, ол Казахтың екінші атауы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккені алу күні сол жерден Меккеге кіргенде қылыштардың жарқылын көріп, мен сендерді соғыстан тыйған жоқ едім деді. Халидпен қарсыласудың болғаны, сонда олар да қылыш көтергені, алдымен жау шабуыл жасағаны айтылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаланың шешімі ең жақсы деді. Яғни Аллах тағала бүгін кәпірлерге күш арқылы мұсылмандардың Меккеге кіруін тоқтата алмайтын көрсеткісі келді. Бұл Аллах тағаланың мұқалмас шешімі. Оны ешкім өзгерте алмайды. Бұл Меккеге кіргендегі оқиғалар баян еді. Иншалла оның жалғасы болады. Қазір бір марқұм туралы айтқым келеді. Оның жаназасын намаздан кейін оқимын. Бұл Амина Шахна Сахиба, Инғамулла мырзаның Лахордағы зайыбы. Ол өткен күндері 57 жасында дүниеден өтті. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Ахмадият оның әкесі Мұхаммеддин Сахиб арқылы келді. Ол 1934 жылы
15 жасында Қадиянға барып, Хазірет уәделенген Мәсихтің екінші халифасының қолына баят берді. Марқұм Аллах тағаланың кеңшілігімен мусия болды. Марқұмның артында бір ұл және 4 қыз қалды. Олардың ұлы Уаджихулла сахиб миссионер болып Сенегалда қызмет көрсету бақытына ие болып жатыр, және қызметіне байланысты анасының жаназасы мен жерлеуіне қатыса алмады. Оның ұлы Уаджихулла сахиб: менің анам өте игі мінезді әйел болды. Намаз бен оразаға берік, Құран кәрімді үздіксіз оқитын, балаларға да толық қамқорлық жасайтын. Ахмадия хилафатын ерекше сүйетін, кез келген қиындық немесе қуаныш туралы білсе, маған заман халифасына хат жаз дейтін. Қонақтарға жүрегі елжіреп тұратын және мүмкіндігінен артық қызмет көрсететін. Ахмади емес көршілермен де мейірімді қарым-қатынас жасайтын. Кейбір көршілер қарсылық көрсетсе де, олармен әрқашан көрші хақын сақтайтын деп жазады. Оның жұбайы Инғамулла сахиб: ол менімен тамаша өмір сүрді. Өмірімді жамағатқа қызмет ету бақытына арнағанда әрдайым толық қолдау көрсетті. Жамағат жұмысына байланысты күні бойы немесе түнде де үйден тыс болуға тура келсе, ешқашан шағымданбайтын. Өте қонақжай еді. Қайтыс болғанға бір ай бұрында шамамен 22 жамағат қонағы үшін өзі тамақ әзірледі. Кедейлерге барынша көмек көрсететін. Садақалар төлеуде өз марқұмдар атынан да садақа беретін. Балаларды да ең жақсы түрде тәрбиелеуге тырысты. Ұзақ уақыт өз ауданында қаражат хатшысы қызметін атқарды және қайтыс болғанға дейін де сол қызметте болды дейді. Оның ағасы: менің қарындасым бәріне махаббат пен мейіріммен қарайтын. 5 уақыт намазды бала кезден оқитын, тахаджуд оқитын және хилафатқа ерекше махаббатпен қарайтын. Үнемі Құран кәрімді оқитын. Балалар мен отбасының басқа да балалары да олардың үйіне барып, оларға да намаз оқу мен Құран оқуды үгіттейтін дейді. Марқұм жамағаттан тыс адамдармен де жақсы қарым-қатынаста болды. Бір Ахмади емес көршісі: менімен оның 20 жылдық қарым-қатынасы болды және маған әпкесіндей, ал балаларыма ана сияқты қарайтын. Балаларым да оны ана деп атайтын. Әр істе маған үнемі ең жақсы кеңес беретін дейді. Жамағаттан тыста асыл жандар бар. Олар да қарым-қатынас жасайды және бағалайды. Лажна төрайымы Ричуна Таун: марқұмның қайтыс болуына біздің мәжілістен өте адал және жамағат жүйесінің адалдық танытатын лажна кетті. Ол шамамен 20 жылдан бері қаражат хатшы жұмысын атқарып, асқан адалдықпен жұмыс істеп жатты. Жамағат бастамаларына өзі белсенді қатысатын. Жағдайы қандай болса да ешкімді құр қол қайтармайтын. Бұл туралы басқа қыздары да жазған. Бейсенбі күндері әр апта ораза ұстайтын. Оның үйінде жиналыс болса, шын жүректен қабылдап қонақжайлық көрсететін дейді. Аллах тағала оған кешірім және мейірім көрсетсін. Ұлы миссионер айтқан жамағатқа қызмет етуіне байланысты жаназаға қатыса алмады. Аллах тағала оған да сабыр мен батылдық берсін және осы барлық балаларды оның дұғаларының мұрагері етсін. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر